Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода афганский қазанда жасалатын өте дәмді дымляманың жасалу жолын көрсететін боламын. Үйде осындай қазандарыңыз болса, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге сиыр еті және де картоп, пияз, сәбіз қажет болады. Үйде қандай көкөністеріңіз бар, соның бәрін қолдансаңыздар болады. Ең алдымен қазанның түбіне сұйық майымызды құямыз. Шамалап көз мөлшермен құя беріңіздер. Одан кейін бір кеседей кәдімгі салқын суымызды құямыз. Оның үстіне туралған пиязымызды саламыз. Сіздерде сиыр еті болмаса, кәдімгі қойдың етін қолдансаңызда да болады. Енді мендегі сиыр еті, осының барлығын қазанның түбіне қарай салып аламын. Егер де еттеріңіз тұздалмаған болса, шамалы бетіне тұз сеуіп жүрсеңіздер болады. Шамалы бетіне тұз септім. Енді осындай қуырдаққа арналған және де қызыл бұрыш, қара бұрыштан да шамалы қосамын. Сол кезде біздің тамағымыздың иісі өте әдемі болып шығады. Енді жақсылап пиязды барлығын жақсылап араластырамын. Келесі картоптарымызды жақсылап жуып тазалап алып, осылайынан екі бөлікке бөлеміз. Үлкен-үлкен етіп сала беріңіздер, толықтай барлығы пісіп шығатын болады. Келесі сәбіздерімізді тураймыз. Үйде қандай көкөністер бар, мысалы болгарский, барлығын қоса беріңіздер. Мінекей мен картоптарымды, сәбіздерімнің барлығын салып алдым. Енді бетінен тағы да шамалы тұз септім. Енді бір кесе суға осындай бір ас қасық томат салып, жақсылап араластырамыз. Және де қазанда салынып тұрған картоптардың бетіне осы томатный пастаны құямыз. Сол кезде дәмі де және де біздегі тамақтың түсі де өте әдемі болып шығатын болады. Келесі бір дана қызанағымызды үлкен-үлкен етіп кесіп қазанға саламыз. Енді укроп немесе зелень, осындай көк пияз болса, барлығын саламыз. Қалауыңыз бойынша кәдімгі лавровый листен де қоссаңыздар болады. Міне қарасаңыздар, біз барлығын дайындап салып алдық. Енді керемет болып тұр. Енді ең соңынан капусталарымызды осылайынан бөліп бетіне жабатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын салып шығамыз. Құрметті достар, көріп отқан видеоларыңыз ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар және де астындағы подписаться батырмасын басып менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын салып дайындап алдық. Енді крышкасын жақсылап бекітеміз. Бізде осы қара нәрсе осылайынан көтеріледі. Бұл ішіндегі ыстық ауаны шығаруға қажет. Енді астын қатты отқа қоямыз газға және де 40 минуттай пісіріп аламыз. Шамалы 10-15 минут өткеннен кейін міне видеода қарасаңыздар, мен шанышқымен кішкене көтеріп, ішіндегі ыстық ауаны шығарып жатырмын. Осылайынан шамалы шығарып, одан кейін жауып, осылайынан 40-45 минут пісіріп аламыз. Барлығы піскеннен кейін бір дегенне қақпақты ашуға болмайды, өйткені ішіндегі қысым салмақ түсіруі мүмкін. Сол себептен де алдында көрсеткенімдей ыстық ауаның барлығын шығарып аламыз. Мінекей қыздар, осымен біздің афганский қазанда жасалған тамағымыз дайын болды. Өте ерекше және де ешқандай да қиындығы жоқ. Барлығын турап, тек қана қазанға саласыздар. Міне енді қарасаңыздар, өте дәмді болып шықты. Егер де сіздер қойдың етімен жасайтын болсаңыздар, қойдың сүйегіне дейін кәдімгі жібітіп жібереді ғой бұл қазан. Бізде енді қойдың еті болмағандықтан сиырдың етімен жасадық. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеода кездескенше.